Бүгін мен сіздерге қаламыздағы ең ерекше ауланың бірін көрсеткім келеді. Мұнда тек балалар ғана емес, жүректердің бірлігі бар. Бұл жердің ерекшелігі ол осы жердің жылы атмосферасы, бір отбасыдай өмір сүруі. Осындай аула біздің қаламыздың нағыз байлығы деп білемін. Ал осы тәртіпке, бауырмалдыққа себепші болып жүрген бір адам бар. Ол туралы ауыл тұрғындары айтсын. Айтыңдаршы, неге сендер үшін бұл аула ең үздік аула деп аталады? Өйткені бізде бірлік бар. Бірімізге біріміз көмектесеміз. Кішкентайларға қарап ойындарын достырамыз. Аула бос тұрмайды. Әрдайым күліп ойнаған балалардың дауысы естіледі. Тағы бір себебі бізді бақыттап отыратын үлкен адам бар. Ол Бақытжан аға. Ол бізді спортқа баулайды. Бос уақытымызды босқа өткізбеуге үйретеді. Айтыңдаршы, Бақытжан аға сендер үшін кім? Ол бізге аға ғана емес, нағыз үлгі болатын адам. Кейде ұрсып табады. Бірақ әр сөзінде бізге деген қамқорлығы бар. Бізді жаман әдеттерден сақтайды. Алла сендердің үйлерін, оны таза ұстау өз қолдарында дейді. Сондықтан біз әрдайым бір-бірімізді қорғаймыз, Алланы таза ұстауға тырысамыз. Қазірдің өзінде Бақытжан аға балаларды жинап, ауа тазалап жатыр. Біз де қазір сол тазалық жұмысына қатысамыз. Міне қыздар, ауламызды таза ұстау бәріміздің міндетіміз. Бүгін аздап тазалап тастасақ, ертең бәрімізге де жақсы болады. Бірақ бұл қоқысты біз тастаған жоқпыз ғой. Дұрыс айтасың, Айару. Бірақ тазалық бәрімізге ортақ. Бұл қоқысты басқалар тастаса да, біздің жинауымыз міндет. Мына бөтелке кешеде де осы жақта жатқан сияқты. Дәл сол үшін қайталанбау керек. Өздерің сияқты кішкентайлар үлгі көрсетсе, үлкендер де ойланады. Анауда қоқыс қой. Жүріңдер, бірге барып алайық. Аяна мен Амина қайда жүр? Олар ауланың арғы бетін тазалап жүр. Жүріңдер. Фуй, мынау кімнің қоқысы екен? Аулаға тазалыққа жан ашпайтын адамдардікі ғой. Біз оларды ұстап алып өздеріне жинатып қою керек. Күні-түні аңды отырып, қақпан қарып. Аяна, саған ұнай ма қоқыс жинау? Ұнамайды, бірақ ауламыз таза болғанын қалай. Егер де бәрі қоқысты қоқыс жәшігіне тастаса, біз бұны істемес едік, иә? Иә, бірақ Бақытжан аға айтқандай, біз ауламызды таза ұстап үйренсек, басқалар да үйренеді. Ойбай, анау не? Қайсы? Ана қоқыс ауыр сияқты. Кеттік, бірге көтереміз. Олай болса Бақытжан ағаны ауладан тауып алайық. Оған да қоятын сұрақтарым бар еді. Жүріңіз. Ассалаумағалейкум жігіттер. Қалайсыңдар жігіттер? 5-ші район 22-ші дом осы ма? Иә, дәл келдіңіз. Осы жер. Ақыр таптым. 3-ші подъезд қай жерде? 3-ші подъезд ана жақта. Біреу келіп тұрса, мен сол подъездте тұрамын. Жоқ, осы жерге көшіп келіп жатырмын. Болды онда, таныса жатармыз алдағы. Жақсы жігіттер. Бұл кісі точно Бақытжан аға емес шығар, иә? Ой, жоқ, жаңадан келген көрші ғой. Түрі сәл бандиттеу ма, қалай өзі? Түрі ғана сондай. Кеттік па? Бақытжан аға, сізді балалардың бәрі мақтап жүр. Қалай ойлайсыз, сізді неге ауланың тірегі деп атайды? Мен енді тірек болуымның себебі осы балалардың арқасы ғой. Мысалы, Сұлтан мен Алияр осы ауладағы балалардың үлкен ағасы сияқты. Кішкентайларға үнемі бас көз болып жүреді. Иә, олардан да сұхбат алдық, сізді қатты мақтап жатыр. Аяна деген қызымыз өте ұқыпты. Қараңызшы, ұсақ қоқыстардың барлығын жинап жүр. Ал Амина деген қызымыз өте ақ көңіл. Қасындағыларға күлкі сыйлап жүреді. Демек, әр қайсының өз рөлі бар ғой? Иә, әрине. Гүлім мен Айару кішкентай болса да еңбекте үлкендерден қалыспайды. Сіз үшін балалармен жұмыс жасаған қиын емес пе? Оларға сенсең қиын емес. Қараңызшы, барлығы бір бағытта еңбек етіп жүр. Бұл аулаға деген сүйіспеншілік. Сіз үшін бұл балалар кім? Бұлар менің мақтанышым. Бір күні әрқайсысы жақсы адам болып өссе, менің еңбегімнің ақталған. Қызым, көмектесе аласың ба? Сәлеметсіз бе? Иә аға, қандай көмек керек?
мына пакетті бір жерге апару керек еді. Өзім апарайын десем, аяғым бастырмай ауырып жатыр. Жарайды, қай жерге апару керек? Ассалаумағалейкум аға, бұл не? Бұл дәрі-дәрмек қой. Ауыр емес. Бастысы абайлап жеткізу керек. Екеуің 1000 теңгеден бөліп алыңдар. Жарайды, онда қайға апару керек? Ана 3-ші дүкеннің артына қойып кетсеңдер болды. Келгеннен кейін тағы ақша беремін сендерге. Ертең таңертең жаттығуға кешікпейміз. Сосын таңғы астан соң қариялардың үйін тазалауға көмектесеміз. Менің әжемнің үйіне барып көмектесейікші. Жарайды, күлім барамыз. Бүгінгі жиналысқа Амина мен Алияр не үшін келмеді? Білмедім. Олар көршіға көмектесеміз деді жаңа WhatsApp'та. Қандай көмек екен? Анау келе жатыр ғой екеуі. Алияр, ана ағаға көмектесіп ақша алғанымызды айтпай қояйық. Неге? Мен уже сұлтанға айтып қойдым ғой. Туй, тек өзіміз ақша алып жүре береміз ба деп ойлап едім. Олай тек өзіңді ойламасаңшы. Көрдіңдер ма? Бір-ақ рет көмектестім. Осыншама ақша алдым. Кім берді? Жаңа келген аға ғой Махамбет. Ол не сетсен жерге? Просто бір пакет тасып бердік, болды. Амина, Алияр, Бақытжан аға естісе ұрсады ғой. Бізге бөтен ақша алмаңдар деді. Ой, ол бізге ақша бермейді, тек қоқыс тергізеді. Сосын ол бөтен адам емес, ол менің көршім. Ақша қызғанып барсыңдар, өздерін жұмыс істеп ақша тапсыңдаршы. Ертең жаттығу, кешікпеңдер. Так, мынау кім еді? 5-ші район 22-ші дом осы ма? Я, дәл келдіңіз. Я точно сол кісі ғой. Бұл сонда статистикалық тасымалған жоқ күдікті болған Махамбет бабасының кісісі растама бұзына шықты. Мне стенкамызды бәсет тұрып қорқынышты. Так. Алло, Ержан аға, маған бір адам жайлы ақпарат біліп бере аласыз ба? Ал келесі жаттығуымыз, қолымызды белімізге қоямыз, аяғымызды иық көлемінде ашамыз. Кәне, оңға, солға, я? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Енді кішкене дем алып алыңдар. Сұлтан, Алияр мен Амина не үшін жаттығуға келмеді? Кеше бізге режим қалған ау деймін. Не үшін? Махамбет деген жаңа көршіге көмектесіп ақша алыпты. Соны қызғанып тұрсыңдар деп ойлап, ренжіп қалды екеуі. Мен оны сенімді адам ба деген мақсатын сұрап едім. Жарайды, түсінікті. Өзім сөйлесем. Мен көмекші батырларым, кешегі жұмысты жақсы атқардыңдар. Бүгін тағы бір жұмыс бар, бірақ ақшасы көбірек. Қанша? Осы жол қайға апарамыз? Ескі гараж бар ғой, темір жолдың қасындағы. Соны артына апарасыңдар. Жарайды, онда кеттік. Рахмет сендерге, әжем риза болып қалды. Бірақ Алияр мен Амина бізге көмектесуге келген жоқ. Себебі баған ешкім ақша бермейді. Ол ана Махамбет деген кісі ақша береді, сол үшін. Менің әжем ақша бермесе де құрт мүйіз береді. Құрты сондай дәмді. Ол туралы Бақытжан ағаға айтамыз ба? Уайымдама, мен айтым. Өзім сөйлесем деді. Күтейік. Бұл Махамбеттің аты баяғыда шыққан, бірақ нақты дәлелдер болмаған соң босатылған. Қазір естуімше осысын қайта бастаған, бірақ әлі де нақты дәлел жоқ сияқты. Менің күдігім бекер емес екен, балаларға да жақындап жүрмесе болар еді. Егер сен репортаж түсірсең, бұл әрине резонанс тудырады, бірақ абайла ол қауіпті. Бірінші жақсылап зерттеп ал. Бірінші алудағы балалармен сөйлесіп алуым керек. Кеттік пе, осы жерге тастап кете береміз ба? Махамбет аға фотоға түсіріп ал деді ғой. Ей, батырлар! Қайда жүрсіңдер? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер. Жүріңдер. Алияр, Амина, таңғы жаттығуға да келмедіңдер.
ұқсап қалдық аға. Мен де. Ал қарияларға көмектесуге неге келмеңдер? Жаңадан келген көрші ағаға көмектестік. Көрші ағаға? Кім ол? Махамбет аға ғой. Кеше Сұлтанға айтқанмын. Ол не істетті сендерге? Бір пакет апарып келдік. Есесіне ақша берді. Ақша? Жарайсыңдар. Бірақ тек ақша үшін жүруге болмайды. Көмектесу бұл жақсы ниеттен болу керек. Көмектің құнын сендер ақшамен өлшемеңдер. Абай болыңдар. Әркімнің берген ақшасының артында не жатқанын білмейсіңдер. Жарайды онда ағай. Үйге қайту керек бізге. Маған да. Жарайды. Жүріңдер. Апардыңдар ма? Аға. Суретке түсірдіңдер ма? Иә, түсірдік. Кән көрсетіңдерші. Бәрекелді, тура ойдағыдай. Міне ақыларым. Ендігі мәселе, маған ауладан тағы да көмектесетін балдарға келсеңдер, әр балаға 5.000 теңгеден беремін. Шын ба? Әрине. Я, шынымен пакет апарсам 5.000 теңге береді. Не үшін соншама көп ақша? Күдікті емес па? Түкте күдікті емес. Есесіне ақшалардың өздерінде. Күнде дүкеннен әр нәрсе алып жейсіңдер. Сонымен біз апарсақ бізге де 5.000 теңге береді ма? Я, міне маған берді ғой. Мә, бір жағынан күшті екен. Өзімен ап жүрген ойыншықта сатып алатын едім. Оны ойланып тұрған несі? Мен де жұмыс істеп жүрмін ғой. Жұмыстың дым қиындығы жоқ. Ақшасы да жақсы. Өзі де жақсы кісі сияқты. Білмеймін. Бақытжан ағамен сөйлесу керек. Онымен сөйлесіп не қыласың? Өзі сол қоқыс жинай берсін да. Саған абай бол, сақ бол дейді. Одан басқа не дейді саған? Сәлем Майына, жалғыз жүрсің бе? Иә, басқалар бір жаққа кеткен. Сен осы ауланың белсенді қыздарының бірісің ғой. Бақытжан аға сені мақтады. Иә, біз бәріміз бірге жинайтын едік. Бірақ соңғы күндер кейбір балалар келмей жүр. Кімдер? Амина мен Алияр. Одан бөлек басқа балалар да келуді сиретті. Бұрын бәріне қатысатын, қазір жаңа көрші ағаға көмектесеміз деп жүр. Қандай көмек екен? Білмеймін, пакет тасып береді ма, оның үстіне ақша да береді екен. Ал сен ше, егер саған ақша берсе, барар ма едің? Жоқ. Бақытжан аға бөтен адамнан ақша алмаңдар деді ғой. Оның үстіне біз бір-бірімізге тегін көмектесеміз. Дұрыс айтасың, Аяна. Сен нағыз батыр қыз екенсің. Екеуміз Махамбетті аңсақ қалай қарайсың? Не үшін? Күдікті адам ұқсайды. Мүмкін балаларға тастып жүрген есірткі шығар. Ужас! Сол үшін дәлел іздеуіміз қажет. Жарайды, кеттік. Не аға, тағы да балаларды алып келдік. Жақсы. Аттарың кім? Гүлім, Аяру. Керемет, тамаша. Көп кішкентай болсаңдар да көмекке құштар болып тұрғандарың маған өте қатты ұнап тұр. Бүгінге тапсырма былай. Сен екеуің мына пакетті магазиннің артына апарып қайтыңдар. Аға, бізді кішкентай курьер қылып алдыңыз ғой. Сендер ең сенімсіңдер ғой. Сендерге сенем. Болды аға. Мынаны екеуің барып, мынау келесі ауладағы гараждар бар ғой. Сол 3-ші гараждың алдына қойып келіңдер. Болды ма? Болды. Неге тұрсыңдар? Барсыңдаршы. Ақша бермейсіз бе? Ой, бұл ақшаларымды ұмытып кетіппін ғой. Мінеке. Сен айтқан пакет апару мен көңіліме қонбай тұр. Ол бізден бірдеңе жасырып жүрген сияқты. Егер дұрыс емес нәрсе болса, мына балаларды араластырмау керек. Өзі де тұрған. Мен барып сөйлесіп көрейін. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Кенім, не шаруа? Балаларды пакеттермен бір жерге жіберіп жүргенсіз. Жай шаруа ғой. Өздері келісіп жатыр. Ақшасын да төлеп жатырмын. Ақша бәрін ақтамайды. Балаларға не беріп жүрсің? Мен саған отчет бермейтін жарым. Құрсай бар. Немен айналысып жүрсің? Балаларға енді жоламаңыз. Жоғал, Бәрі дұрыс. Мен бәрін видеоға түсіріп алдым. Ол нағыз қылмыскер екен. Полицияға беру керек.
Я оның үстіне оңбаған біздің бақытжан ағамызды ұрды. Тағы да нақты дәлел үшін барын пакеттерін видео түсіріп алайық. Табылған ақыл, онда сол пакеттерді фото-видеоға түсіріп алайық. Басқа баларға ешне білдірмейік. Жарайды, келістік. Бір қарағанда бұл қарапайым тату аула. Мұнда балалар бірге ойнайды, бір-біріне көмектеседі және спортпен шұғылданады. Бірақ соңғы күндері бізді алаңдататын бір жағдай орын алды. Жаңадан келген көрші кейбір балаларға ақша ұсынып, оларға түрлі тапсырма берген көрінеді. Бұл тапсырманың мазмұны бейкүнә көрінгенмен, қауіптің қай жерден дөп шығатынын ешкім басып айта алмайды. Балалар біздің болашағымыз. Олардың сенімін пайдалану кешірілмес іс. Сол себепті біз бақылап, ата-аналарды, көршілерді сақтыққа шақырамыз. Бүгін қалалық полиция департаменті 40 жастағы Махамбет Байбосыновты ұстады. Ол синтетикалық есірткі тасымалдау және жасөспірімдерді заңсыз іске тарту күдігімен қамауға алынды. Тергеу амалдары басталды. Ағай, кешіріңізші, біз дұрыс істемедік. Ақша бергені қызықтырды, бірақ ол жаман адам екенін білмедік. Біз сізді езіткіміз келген жоқ. Енді ондайларға жаламаймыз. Бастысы уақытында түсінгендерің. Ақша келет кетет, ал сендердің абыройларың мен тазалықтарың бәрінен қымбат. Біз қайтадан бәріміз бірге жатуға келеміз. Иә, бұрынғыдай ауламызды да бірге жинайтын болдық. Жарайсыңдар. Мен сендермен мақтанам. Ең бастысы бір-біріңді тастамау. Жақсы жолдан таймау. Ал кеттік пе, соңғы қоқысты жинайық. Бүгінше тегін жинап берейік, аға. Қыздар, жігіттер, бүгінге қоқыс жинамаймыз. Неге? Себебі бүгін ауламыздың бүкіл үлкендері шығып жинаймыз деп айтты. Олар тазалықта сендерден үлгі алды. Тамаша емес пе? Сонда бүгін не істейміз? Бүгін футбол ойнаймыз. Балалардың болашағы тек қана өздеріне емес, үлкендердің қаншалықты жауапты екеніне байланысты. Әрбір ата-ана өзінің баласын кіммен жүргені, қандай орталықта жүргенін білу керек. Өйткені кейде бір сәтті қызығушылық, жеңіл табыс деген нәрсе олардың өмірін бұрыс жолға бұрып жіберуі мүмкін. Балаларды қорғайтын тек қана қоршау емес, біздің жүрегіміздегі мейірім мен ақыл. Бірге болайық, бір-бірімізге тірек болайық. Сонда ғана әр аула қуаныш пен күлкіге толы мекенге айналады.